Енді халықаралық мемлекет араздыққа келетін болсақ, 1991 жылы өздеріңіз білесіздер, СССР мемлекет ретінде ыдырады. Әрбір одақтас республика өзі егемендігін алды дейміз. Қазақстан мысалы 1994 жылы өзінің шекарасын бекітіп алды. Біріккен ұлттар ұйымының картасында Қазақстан егемен ел. Өзінің шекарасы бар, сондай. Ал Украина мен Ресей екеуі Біріккен ұлттар ұйымының картасында бір ел болып есептелінеді. Сондықтан 22 жылы ашылған соғыс деп аталмайды, арнаулы операция дейді. Оның себебі жаңа бір ел өзінің арасындағы тәртіпті орнатып атқан сияқты. Бірақ сол жерде сол 90 жылдардан бастап Украина халқының азаматтарына мынандай ұран тастады. Сендердің негізгі жауларың, басты жауларың орыс деп. Сол азаматтар, міне 90 жылдары туған азаматтар 2014 жыл 24-ке келді. Сол кездерде 10 жаста болған адамдар 34-те болды. Міне сол адамдар өздеріңіз теледидардан, интернеттен көрген боларсыздар. Киевте Крещатик алаңында әлгі тепсе темір үзетін жігіттер секіріп жүріп, кто не скачет, тот москаль деп секіріп жүріп. Бұл не нәрсе? Ақылға сыймайтын нәрсе. Бірақ сол адамдарды солай тәрбиеледі, солай миіне сіңірді осы әңгімелердің барлығын. Сонан кейін екі бауырлас халық бірімен бірі жау болып шықты. Соның арқасында міне не болып жатыр қазір? 2 жылдан асып бара жатыр соғыс болғанына. Бүкіл әлемнің қару-жарақ шығаратын зауыттары сол жерде қаруларын сынақтан өткізіп жатыр. Содан кейін дүние жүзіндегі барлық мықты елдердің жиналып қалған қару-жарақтары сол жерге барып утилизация жасалып жатыр. Міне оның барлығын жасап отырған бір орталықтан шығып жатқаны айдан анық көрініп тұр. Онда бұл сынақ алаңына айналып кетті ғой. Иә, ол енді өзі бұрыннан да белгілі жағдай. Сынақ алаңын әр жерде жасап отыратын үрдіс бар. Мысалы, екі Кореяның соғысуы 50-ші жылдардағы. Ол сынақ болды. Вьетнамдағы соғыс, бұл да сынақ болды. Югославиядағы соғыс 90-ші жылдардағы, бұл да сынақ болды. Міне осындай сынақтар санай берсе оны келтіре беруге болады. Міне оның бәрі сол сынақ алаңы болып жатыр. Жаңа қару-жарақты сынайды, кемшіліктерін көреді, оң сәттерін байқайды, сөйтіп сынақ болады. Сонан кейін жаңағыдай жиналып қалған қару-жарақты сол жерде утилизация жасайды. Оған әрине қан төгіс. Қанша адам қырылып жатыр, қанша бала жетім қалып жатыр, қанша ел жесір қалып. Енді бұлардың түбі бір славян халқы ғой, айналып келген кезінде бір халық емес па? Енді бір халық болғанда, о баста бір халық болған, кейін белгілі бір себептерменен сол жаңа украин тіл деген тілді былайынша айтқанда қолдан жасап, екі халықты екі жаққа ыдырата бастады. Бұл енді көп, шамамен 150-200 жылдан бері келе жатқан саясат. Ал болмаса бұрын бір ғана халық болған. Бұдан енді сонда орыстар не ұтады, украин халқы не ұтады? Ешкім ештеме ұтпайды бұл жерде. Менің деректерім бойынша қазір соғыс басталғалы 18 миллион украин босып кетті. Содан кейін орыстардың өзінде қазір екінші рет мобилизация жасағалы жатыр. Бірақ бұл жерде бұлар кішкене қулыққа басып отыр. Әсіресе оңтүстік Орта Азиядан жұмыс іздеп барып жүрген азаматтар соларға бір шамаларына азаматтық берді. Соғысқа солар жіберіп жатыр. Сонысын кредит алған, несие алған халықтар онысын төлей алмайтын болса, сен соғысқа қатыс, несиеңді жабамыз деген үрдіспен олар жіберіп жатыр. Содан кейін өздеріңізге белгілі, енді ол интернетте, теледидарда да көрсетті. Көп жылға сотталған азаматтарды айтады, егер соғысқа қатыссаңдар, Ресейдің жағында, сендердің мынау сұрақтарыңды қысқартамыз, сосын кейін ақтаймыз, сотталмаған адамдардай боласыңдар деп. Міне бұл енді ел үшін қауіпті ғой. Ертең ол қаншерлер ол соғыстан аман есен келсе, елге келгеннен кейін түрлі нәрсе тағы шығады ғой. Иә, ондай да болып жатыр. Кеше жақында бір жетінің төңірегінде интернеттен қарап отырдым. Ресейдің бір кішкене қаласынан бір жігіт сол сотталып, ан жаққа соғысқа барып, демалысқа келген екен. Сол бұрынғы өзіне тізесіп атқан ба, екеуінің арасында келісім болмай қалған ба, бір адамды сабап, сол ауруханада хал үстінде жатыр. Сондай мағлұматтар болды. Бұл енді бізге жеткен бір ғана, мысалы, басқа жерде болмады деп кім оған кепіл бере алады?
міне осындай жағдайлар болып жатыр.